Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осы макасетті тоқимыз. Өте әдемі, аяққа ыңғайлы және жақсы ұстайды. Мен ішіне мақта сап қойдым, мынау ою көріну үшін. Мен келуі табанның 38 размер алдым. Және осындай шоколад түсті, қоңыр түстен алдым, ашық түс. Өте әдемі. Және размер 38. Бұл аяқ киімді мен өзіме тоқып жатырмын. Маған өте ұнады. Және менде қайшы, крючок, бір жарым, және мынандай ілмек алдым. Енді жұмысымызды бастаймыз. Осы артқы жағында дәл ортасынан 1, 2, 3, 4, 5. 5-ші ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді алып, осы ұяшықтан шығарамыз. Іліп шығарамыз. Және келесі ұяшыққа, мына астында қалады, келесі ұяшыққа екеуді оқимыз. Екеуді оқимыз келесі ұяшыққа. Келесі үшінші ұяшыққа үшеуді оқимыз. Біреу, екеу, үшеу. Келесіге үшеу. Біреу, екеу, үшеу. Енді келесіге екеу. Біреу, екеу. Осылай 2, 3, 3, 2, 3, 3. Осылай тоқып айналдырып осы жерге шейін алып келеміз. Мына соңына келдік. Бізде соңы 3-тен аяқталады. Біреу, екеу, үшеу. Және мына келесі осы бұрыштан біреу алып, күлчіктағы ілмектен өткіземіз. Енді осы жерден бастап әр ұяшыққа біреуден тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, үшеу. Осы бастаған жерімізден осы қарама-қарсы жеріне шейін апарамыз. Осының бастаған жерімізден қарама-қарсы жеріне шейін апардық. Осы жерден ілмегімізді іліп қоямыз. Енді менде міне жерде дәл ортаға шейін 9 болды. Ортадағын санаған жоқпын, сонымен 10, мына жағына 9 тоқыдым. Енді жұмыс жібімізді арт жағынан алып, осы жерден бастаған бұрышымызға жұмыс жібімізді алып шығамыз. Осылай астыңғы жағынан аламыз. Жанынан емес, астыңғы жағынан алып, бірінші қатарымызды қайтадан тоқып шығамыз осылай. Осы жағы кигенде бірінші жеріне, сол үшін бұл жерге 2 қатар тоқып атырмын. Осылай тоқып, астынан аламыз. Жанынан емес, астынан аламыз. Жұмыс жібімізді екеуден өткіземіз. Жанынан емес, астыңғы жағынан іліп аламыз. Жұмыс жібімізді екеуден өткіземіз. Осылай осы бұрышқа шейін алып келеміз. Бұрышқа келдік. Осы жерден крючогымызды
Осы жерден менде осылай мынау алдыңғысы мынамен 19, мынау ілмек ілініп тұрған жер соның астыңғы жағынан алып мынамен 20 болады менде. Ілмектегі жіппен бірге қосып іліп аламыз. Ілмегімізді алып, енді жұмыс жібімізді осы үшеуінен шығарамыз. Және тағы іліп қоямыз ілмегімізді. Енді жібімізді айналдырып, осы жерге алып келіп, қайтадан осы жерден бір ұяшық, 2, 3, 4, 5. Бесінші 1, 2, 3, 4, 5. Бесінші ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, біреу көтереміз келесіге. Осылай 3, 4, 5 ұяшыққа тоқимыз жаймен. Және енді осы бізде бұрыш тұр ілінген. Сол бұрышқа да біреу тоқимыз. Сонымен 6 болды. Енді мына бұрышымызға қысқасын тоқимыз. Төбесінен аламыз. Келесін осының астымыз. Келесіге асты жағынан аламыз. Бұны ұзын тоқимыз. Келесі жанынан қысқа аламыз. Енді келесін астынан аламыз. Жұмыс жібімізді екеуден өткіземіз. Келесін қасынан аламыз. Осылай. Келесін асты жағынан. Мынау асты жағынан аламыз. Келесін қасынан жанынан аламыз. Осылай тоқып осы жерге шейін апарамыз. Мына бұрышқа келдік, аяқ жағына. Енді осы жерде мен мына алдыңғысы ұзын тоқылды, келесі қысқа жанынан тоқылады. Мына ең соңғы ілмекте тұрғанды асты жағынан іліп алып, жұмыс жібімізді шығарып, ілмектегі жұмыс жібімізді іліп, ілмегімізді алып, енді үшеуінен біреу шығарамыз. Енді біз осы жерде келесі ұяшыққа 1, 2, 3, 4, 5 тоқимыз. Осы жерге ілмегімізді іліп қоямыз. Ілмегімізді іліп қойдық. Енді біз өрмеден осындай бізде бірінші қатарымыз жай тоқыдық, екінші қатарымыз ілдік, үшінші қатарымыз және тағы сүйерге тоқыдық оюмен. Енді жұмыс жібімізді алып келіп, осы жерден тағы 1, 2, 3, 4, 5. Бесінші ұяшыққа кіргізіп, осы жерден жұмыс жібімізді шығарып, біреу көтереміз. Келесі ұяшыққа 2, 3, 4, 5 тоқып жаймен. Мынау ең шетіндегі ұяшыққа кіргізіп, астындағы ұяшыққа кіргізіп, осы жерден ұзын тоқимыз. Енді қасына қысқа тоқимыз. Жанынан келесіге ұзын тоқимыз. Келесіге қысқа тоқимыз. Келесіге ұзын тоқимыз. Келесі мына ұзын қасына қысқа тоқимыз. Осылай болып шығады. Енді келесіге ұзын тоқимыз. Ары қарай өзі көрініп тұрады, қай жерге қысқа, қай жерге ұзын тоқитын. Ұзынның қасына қысқа, 2 ұзынның ортасына ұзын, жанына қысқа. Осылай тоқып, арғы бұрышқа шейін алып барамыз. Мына бұрышқа келдік. Бұл жерде
менде мына тоқылғаным ұзын, қасынан тоқимыз қысқасын. Енді осы жерде 5 ұяшық тұр. Содан күрчегімізді асты жағынан кіргізіп, жұмысшымыз шығарып, осы жерден ұзынын тоқимыз, қасына қысқа тоқимыз, келесіге ұзын тоқимыз, астынан жанынан қысқа тоқимыз. Және мынау ілмектегі тұрған жерге ұзын тоқимыз. Асты жағынан іліп алып, ілмектегі жібімізді бірге іліп, осы жерден үшеуінен біреу шығарамыз. Және тағы ары қарай біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу тоқып іліп қоямыз. Дәл осындай екі жағынан, мына жағынан бесеу, мына жағынан бесеу үстіп жаңа көрсеткендей қосып, мына жерден екі ұзын, осы жерден екі ұзын тоқып, бесеуден қосып 8 қатар тоқимыз. Мен енді бұл жерде 8 қатар тоқыдым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 қатар екі шетінен бесеуден қосып тоқыдым. Мінекей осылай әдемі шықты. Бір міні жоқ. Өте әдемі шықты. Осылай әдемі шықты. Енді соңын тоқимыз. Мынау қысқадан аяқтадым. Енді мынау ілмектегінің астынан іліп алып, ілмекті бірге қосып тоқып, бұл біздің 8-ші қатарымыз. Үшеуден біреу шығарамыз. Енді әр ұяшыққа біреуден осылай тоқып шығамыз. Әр ұяшыққа біреуден тоқып, ілмегімізді кіргізіп, жұмысшымызды алып шығып, күрчектағы жіптен өткіземіз. Осылай жаймен тоқып, осы бұрышқа шейін алып келеміз. Мына бұрышқа келдім. Осы жерде менде оң аяғында 44 болды. Осы жерге шейін жаймен тоқығанымда 44 болды. Ары қарай мына бұрыштан, мына бұрышымыз бастаймыз. Бұл жерге қысқа тоқимыз. Келесіге ұзын, келесіге қысқа, келесіге ұзын, келесіге қысқа. Енді ұзын, қысқа. Дәл осылай айналдырып, осы бұрышқа шейін алып келеміз. Айналдырып, осы бұрышқа шейін алып келдік. Енді біз осы жерде жаймен тоқыдық қатарымыз. Енді оюымыз саламыз. Осы жерден қысқадан аяқтадық. Мына бірінші ұяшық астына ұзын тоқимыз. Ұзын, жанына қысқа тоқимыз. Одан кейін ұзын тоқимыз астынан. Одан кейін жанынан қысқа тоқимыз. Астынан ұзын, жанынан қысқа. Осылай осы бұрышқа шейін алып келеміз. Мына бұрышқа келдік. Енді менде мынандай ұзын тоқығаннан, мынау ұзын тоқимыз астынан, содан 22 болды. Келесі ұзын қасына қысқа тоқимыз. Келесіге ұзын, қысқа тоқимыз. Ұзын тоқимыз, қысқа тоқимыз. Осылай енді осылай айналдырып, алды жағы 4 қатар болу керек. Енді біз алдын 4 қатар қылдық. 1, 2, 3, 4. Сонымен осы жерге келіп теңестіргенде, мына жағыда 4 болу керек. Менде теңесті. Енді осы жерден қысқадан алып, жанынан күрчектағы жіптен өткізіп, осы жерден жұмысын, жібімізді ашып, осы жерден аяқтаймыз. Осы жерден қатты тартып қоямыз. Осымен бізде бірінші сабағымыз аяқталды. Осылай әдемі шықты.